Жамбыл облыстық сотының ғимаратында облыс әкімі Ербол Қарашөкеев пен жергілікті атқарушы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, жеке сот орындаушылар палатасының және адвокаттар алқасының басшыларының қатысуымен сотқа қатысты өзекті мәселелер бойынша кездесу өтті. 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап елімізде әкімшілік іс жүргізу кодексі күшіне енді. Оның негізгі мақсаты мемлекеттік органдар мен жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау. Жауаптылардың айтуынша кодекс енгізілгеннен кейін азаматтардың арыз-шағымдары көбейген. Мәселен, ағымдағы жылдың 9 айында Жамбыл облысында 59.985 өтініш. Оның ішінде облыс әкімі аппаратына 2917 өтініш тіркелді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13,6%-ға артық. Мемлекет басшысы әділетті мемлекет біртұтас ұлт берекелі қоғам атты жолдауында заң мен тәртіпті қамтамасыз етудің негізгі ретінде заң үстемдігі мен сапалы сот төрелігін атады. Сот жүйесіндегі реформалар биліктің сот тармағын жетілдіру үшін түбегейлі жаңа әдістер мен жүйені енгізу керектігінде де айтқан болады.